көтім жемеше Бейсенбаева нервыма тимеңдерші өстіп бірдеңені жасырмай, асырмай, пасырмай айтқым келсе айтам, айтқым келмесе айтпайым. Көттеріне кіріп бара жатыр ма, кәдімгідей өсек шығатындар қылсым, айтшы, жасырып, не керек сендерге? Жасырат деген сөздің не екен бірінші біліп алыңдар. Жасырат деген сөз не екен? Жасырыну деген нәрсе жоқ болып кету, көзден таса болып кету. Айту деген нәрсе, жариялау деген нәрсе басқа. Қазақ тілдердің дұрыс оқып көрмейді, нервыма тимеңдер бар ғой. Сен сыйламайтын көрініп тұр ғой, айналайын Ақпатжан. Сені вообще сыйламайды. Сен ол жолдасыңның өміріндегі тізімінде ең соңғы орында тұрған адамсың. Верните мой мяч. Короче, Шымкент қаласында бір көрермен Құдай қаласа ұлыңызға деп осыны маған сыйлады. Сөйтіп соны осы жаққа қойып қойған ғой. Сөйтсе мама, Омарға ма? Омартай ойнайды деп отырмын ғой. Омарға ма деп қойып. Ол сенің балаң өскенше Омар уже бытшын шығарып тастайды ғой. Жүдін шығарып па? Сонда да енді мен балама деп берді ғой. Мақыл, Омар Омар ойнай берсін, ладно. Сразу сен уже бөлініп атсың ба деді ғой ойыма. Бөлініп атыр уже, қарасайшы, бұрын бөлінбеуші еді, қазір өзінің баласын бөліп, сенің балаң анау деп. Ол да мен балам болып тұрғайды місің? Жоқ, сіздің балаңыз ғой, бірақ сіздікі өттандай. Жерден алды да, күшті ойыншық екен, Омар ғой, дейді. Менің Омартайым. Менің Омартайым ол. Дамиға ше? Дами ол папасы өз отбасы. Привет всем! Мы будем говорить любовные фразы на разных языках. Саламатсызба. Ассаламу алейкум. Саламатсызба. Мен сені жақсы көремін. Мен сені yaxshi көремін. Мен сені сүйемін. Әдемі қыз. Чырайлы қыз. Сұлу қыз. Махаббат. Мухаббат. Сүю жана махаббат. Мен сені сағынамын. Мен сізді сағынамын. Мен сені сағынамын. Менің жарым боласың ба? Манға тұрмышқа шықамсыз, аялым боламсыз. Менің жарым боласың ба? Сен менің жүрегімдесің. Сіз менің жүрегімден. Сен менің жүрегімдесің. Сен менің арманымсың. Сіз менің арманым. Сен менің арманымсың. Біз аялымды және жездемді Жисуда күтіп алуға барып жатырмыз аэропортқа. Мына жерде Олежка осылай гүл алды. Семья, вот мамам әңгімелесіп. Мен жігітім в глубине души, он такой, не деп айтады жан? Щедрый, вот видите, какой он. Кеше ғана айттық қой, құрсын соң қақылдап бір сұрақты 10 рет қоя бергеннен не шығады, басқа мүйіз шыға ма? Кеше ғана айттық қой, құрсын қыз баланы еркелет, ер баланы еркелетпей, ұрып етпей, ер баланы көтінен бүртіп бар кет бір жұмыс жаса деу керек болды. Ер балаң айтқан деген жасамау керек, қыз балаң айтқан деген жаса. Ол бейбақ ертең күйеуге шыққанда қандай адамға тап болады, ол жақтағылар оны ұрбейтіп отыра ма, хотя бы әке-шешесінің үйінде болған кезде еркелеп қалсын. Көкей атамыз қалай тауып айтқан деймін да. Өспес елдің айтары өсек, ермегі төсек болады деп. Біреудің байының интервьюін көріп ап, қатындықы дұрыс сауап қойған, еркектікі бұл жерде дұрыс емес деп. Біреудің өмірін талқылағаннан басқа не бітіріп атсыздар? Уақыт деген қылыш дейді, сен кеспесең сені кеседі. 2 айдан кейін 1 жыл бітеді, 2025. Қайта келмейтін 1 жыл бітеді. 1 сағат өзіңізге уақыт бөліп 1 жылда не бітірдіңіз, бір есеп беріп қойыңызшы. Өсектен төсектен басқасын. Үлкен ұлым Мансұрдың туған күні, соған бір сюрприз қылып мектепке барып келіп тұр. Қазір тортымды алып деген сияқты, соны қазір торт алуға келдім. Кет. Жерме қойшы. Келіп тұрмын. Қазір көреміз. Біз базарға барғанбыз ғой. Үшін мен таң қалатыным Алматыда деген базарға барсаң, короче, киіміңе қарап, үстіңе қарап, баға айта береді ғой. Үшін 20 мыңның затын 35 мың дейді. 5 мыңның затын 25 мың дейді ғой, короче. Киіміңе қарап,
адамды киімге қарап неге қарап үшін баға айтады екен.